Бүгін үй жағдайында алмадан тосап дайындайтын боламыз. Яғни яблочный джем. Ол үшін біз алмаларымызды барлығы тазалап жуып алдық және бір алманы 4 бөлікке бөліп, қазір үстіне су құйып, баяу отта қайнататын боламыз. Мен 800 грамм мөлшерінде су құйдым осы алмаға және баяу отта қайнатамыз. Алмамыз қанша килограмм болса, сонша килограмм қант қосып, қантымыздың үстіне су құямыз. Осы қантымызды ерітіп, сироп жасаймыз. Біздің сироп дайын болды. Осы дайын болған сиропымызға лимон соғының 2 ас қасығын қосып жібереміз. Егер лимон соғы болмаса, лимон қышқылының кішкентай ас қасықтың ұшымен ғана қоссаңыздар болады. Енді дайын сиропымызды алманың үстіне қосамыз. Сиропымызды қосқаннан кейін алмамыз 1 сағат қайнауы тиіс. Біздің массамыз қайнап жатыр. Енді осы массамызды қазір блендерден өткізіп аламыз. Біздің тосабымыз дайын болды, алмадан болған. Енді банкымызды стерилеп алып, тосабымызды жабатын боламыз.